Ауқаттан шыққан азамат ат баптап Еуропа төрінде бас бәйгені иеленді. Осыдан 2 күн бұрын өткен аламанда оқ бойы озық келген жануар енді тұтас кәрі құрлыққа танымал тұлпарға айналды. Редакциямызда атбегіні арнайы құттықтап хабарласқан еді. Сөз жеңімпаз жерлесімізде. 7 маусымда Варшавада өткен әлемдік бәйгеде Гастон Грейт атты жануар 100-ден жүйрік, 1000-нан тұлпар атанды. Ең қызығы ол фавориттердің қатарында болмаған, яғни жүлдеден үмітті емес еді. Бірақ бап пен бақ қатар жанып, қазақстандық атбегінің еңбегі еленді. 2023 жылы Франциядағы аукционда сатып алған тұлпары тұяғы талмай жеңіс тұғырынан көрінді. Польша мемлекетінің аттары болды бізде в этот раз. Осы бәйгеде Польшаның мемлекет аттары болды. Фавориттері болды, өте мықты фавориттер. Даминдар деген ат болды, Хуго де Босс деген ат болды, И сердце деген ат болды. 3 фаворит болды. Біздің ат осы не бәйгеде скачка дейді ғой орысшасы. Қазақша бәйге дейді. Бізде осы бәйгеде біз фаворит болған жоқпыз. Сразу айтып қояйын, аутсайдер болдық біз. Нас не считали за фаворитов. Фаворитті біз санамады коллектор. Но біз қазақтың несімен біздің бапкерім Қырғызстан баласы, Мұнарбек деген бала, өте контроль мықты болды, өте дайындығы мықты болды. Жүйріктің жүлдеге таласар сәті әлі алда. 4 жасар тұлпар 5 шілдеде Польша президентінің арнайы сыйлығына таласады. Айтпақшы, 3 атты бәйгеге баптап жүрген атбегі жылқыға деген махаббаттың туған жерде оянғанын жасырмады. Мен бала кезімде біздің Ауқат ауылында кондвор болған, Совет өкіметінің кондворы. Сол жерде Қырғызстаннан келген бір айғыр болған, Гастон деген. Соны өте қатты жақсы көрдім, соны армандайтын кезінде. Сол Гастоннан бір құлын алып қалсам деп, Тұрдыбекте бәрі біледі ол айғырды. Такой самый знаменитый Гастон деген болған. Бәрі мечта ететін, все былай қарап, армандайтын ана айғырға қарап. Өте такой тора айғыр болған. Бәріміз. Соны қанша жыл өтіп, өзімді мечтамды қойдым ғой, менің айғырым болсын Гастон деген, Гастон Грейт. Гастон Грейт деген переводится отличный Гастон.